Шерхан Мұртаза. Тарпаң. Алыстағы колхоздан шыққан жүк мәшинесі қаланың шет жағындағы комбинат ғимаратына жақындай бергенде бір жағымсыз иіс мүңк ете қалды. Айналдыра соғылған биік дуал, маңдай алдында көкпен боялған темір қақпа. Қақпаның биік төрінде Никита Хрущевтің портреті. Одан төменірек бір жағына жылқының, екінші жағына шошқаның суреті салынған. Екеуінің ортасында ірі-ірі әріптермен «Дружба» деп жазылыпты. Ет комбинатының дуалы биік қорасына кіре бере, тобылғы торы бие елеңдеп, қайта-қайта пысқырынып, тіпті осқырынып, құйма тұяқтарымен қораптың тақтайын тақылдата тепкілеп, мазасы кетті. Мұны көріп қораптағы серіктері де құлақтары тікшиіп, әлденеден сезіктене бастады. «Қан сасиды», деді тобылғы торы бие көздері шатынап. Басқалары: «Қан? Қан? Қайдағы қан?» деп жан-жағына алақ-жұлақ қарасты. «Қашайық», деді тобылғы торы ышқына түсіп. Сөйтті де жүк мәшинесінің биік бортын артқы қос аяғымен сарт-сарт тепкілей бастады. Кабинада отырған шопыр мен зоотехник жерге секіріп-секіріп түскен. Сөйтсе тобылғы торының тепкісіне шыдас бермей, қораптың қарағай тақтасы қақырай бастаған екен. «Әй, мынау қайтеді?» деп мыртық бойлы зоотехник екі қолын ербеңдетті. Еріндері дүрдеген, ұзын бойлы, қақпақ жаурынды шопыр жігіт қораптан қолақпандай темір алып, тобылғы торының қара тұмсығынан періп-періп жібергенде, бие байғұс шыңғырып алды да, шопырдың басынан асыра қарғып, сүріне құлай жаздап түсті де, қақпадан шығып, асфальт жолды тасырлата шауып бара жатты. Асфальт үстінде қызыл күрең таңба қалды. Бұл тобылғы торының тұмсығынан тамшылаған қан еді. Дүрдігерін шопыр оны әлгінде сом темірмен періп-періп жіберіп еді ғой. Енді содан қанды із ғана қалды. Тобылғы торы сол кеткеннен мол кетті. Тобылғы тордың қораптан секіргенін көрген басқа жылқылар да, қортық бастықтың қос қолын ербеңдеткеніне қарамай, мәшинеден қарғып түсіп жатты. Тіпті еңгезер де шопыр да тосқауыл бола алмады. Жылқылар тобылғы торы шығып кеткен қақпаға қарай ұмтылғанда, қарсы алдарынан сол қақпадан басқа бір жүк мәшинесі кіріп келе жатты. Қорабы толған қорсылдақ шошқалар екен. Бұл мәшиненің шопыры озандатып сигнал басқанда, байғыз жылқы баласы үркектеп кейін серпілді. Сөйтіп биік дуалдың ішінде ары-бері сапырылысып сандалды да қалды. Шошқалы мәшине ішке кіргеннен кейін темір қақпа тарс жабылды. Ышқына кісінеген жылқылармен шыңғыра қорсылдаған шошқалардың жанталасынан ауланың іші азан-қазан болды. Тобылғы торы түтін сасыған қаладан ұзаңқырап барып, кенет қалт тұра қалды да, қамыс құлақтарын тікшитіп, алыстағы ауыл жаққа қарап, біраз тұрды. Содан соң ойқы-шойқы асфальтсымақ жолдан бұрылып, бір пысқырынып алды да, тіке тауға қарай тартты. Ақбас шыңдары аспанды тіреген алып тау, тобылғы торыны өзіне қарай магнитше тартқаны сонша, ол алды-артына қарамай, енді зүміреттей жайқалып келе жатқан егінді де елемей, тобышақты аңғарына қарай өзіне қанат біткендей тіке тартты. Тек аңғардың аузына жете бергенде ғана кілт тоқтап, бұлыңғыр түтін тұтқан қала жаққа басын кек жете, жеркене қарап, «Қан сасиды» деді. Шатқалдың аузына кіре бергенде шөп басып кеткен арба, жолды бөгеген көлденең ала ағаш тұр екен. Әріректе жалғыз жатаған үй. Жанында тайыншадай ит жатыр. Бір топ тауық, ортасында қызыл айдарлы шұбар ала қоразы бар. Құрқылдасып жем іздеп жүр. Әлгі тайыншадай төбет орнынан керіле түрегелді де, тобылғы торыға үрмекші болып қаңқ етті де, үстінде адамы жоқ болған соң қайтадан жата кетті. Оның есесіне мысықтан сәл-ақ үлкен сап-сары кәнден ит ой бір батырсынып шәуілдеді келіп, үйден басы дударбас бір орыс шығып, тобылғы торы биеге ұзақ қарады.
Тобылғы торы шлагбаумды айналып, жолсызбен жүріп, алқына ағып жатқан асау суды кешіп, арғы беткейге өтіп, шатқалдың ішін бойлай, тінте қарап біраз тұрды. Суы мол, оты шұрайлы, жанға жайлы жайлаудың басы осы емес пе деді де, тобылғы торы өзенді бойлап, шатқалды кеулеп, өрге қарай жүре берді. Өзенді жағалай өскен қалың тоғайдың іші уда шу. Неше түрлі құстар, неше түрлі тілде сайрап жатыр. Өзенді жағалай өскен қалың тоғайдың іші уда шу. Неше түрлі құстар, неше түрлі тілде сайрап жатыр. Әсіресе ұзын құйрық сауысқан. Бөтен жылқы деп дабыл қағып қақсай берді. Сауысқан байғұс осы орман, тау судың жез қоңырауы сияқты. Кім келді, кім кетті, қай жерде не болып жатыр, бәрін жарты әлемге жариялап, ақы пұлсыз, айлықсыз қызмет қылатын пәруана құс. Бірақ ептеп ұрлығы да бар. Тобылғы торының жападан жалғыз Тәңір таудың қуысына сүңгіп келе жатқанын шатқалды мекендеген жан-жануардың бәрі естіді. Жер қазып, жауқазын шырынын кеміріп жатқан алтын сары суырларға дейін алдыңғы қасқа тістерін ақситып, ауыздары аңқиып, тепсеңге қарай беттеп бара жатқан тобылғы торыға таңдана қарап қалысты. Қараңдар, бөтен жылқы деп жар салды сауысқан. Естідік, көрдік, несіне қақсай бересің деп алағарға жақтырмай қарқ-қарқ етті. Жалғыз екен, байғұсты ақсақ абадан жеп қоймаса жарар еді деп есіркеген болды. Жартасты мүйізі қайқайып, сексиіп тұрған Таутеке. Саяқтың ажалы қасқырдан деуші еді. Ондай жылқы ақсақ абаданға алдыра қоймас. Сен өзің түсіп қалып жүрме абайсызда абаданның аузына, деп тікенектерін тікірейтті кірпияз кірпі. Ет комбинатына жылқы апарған жүк мәшинесі ауылға қайтып келді. Шопыр мен зоотехник етке жылқы өткізгені туралы куәлік қағазды колхоздың бухгалтеріне тапсырды. Квитанцияны ұстап тұрып, бурылбас бухгалтер баж ете қалды. Әй, мынау неге аз? Бір жылқының салмағы кем, оны қайда жібердіңдер? Деп шопыр мен зоотехниктің алқымынан алмай ма? Ол пәле әлгі тобылғы торы комбинаттың қорасына кіргенде мәшиненің бортын талқандап қашып кетті, деді шопыр. Келген шығар ауылға, қайда кетеді, деп қойды зоотехник. Мен ештеңе білмеймін. Алып кеткендерің 5 жылқы болатын. Біреуі кем. Мен бастыққа көрсетемін, деп бухгалтер квитанцияны алып, бастықтың кабинетіне қарай беттеді. Тепсеңнің шөбі шүйгін екен. Ауылдағы тырбық көдемес. Жатқан атанды жасыратын қалың қазына. Неше алуан асыл шөп. Не жоқ дейсің мұнда? Нулы шөптің бәрінен биігі шырыш екен. Нағыз жетілген кез екен. Мыңдаған кобра жыландар бастарын көкке көтеріп, қақшиып тұрғандай көрінеді. Жесе кәрінің өзін жасартатын, аурудың өзін сауықтыратын, кедейдің өзін байытатын миқыл бұта да осында. Күлгінгілі аңқыған күйік оты да иіскегенді мас қылады. Көргенде көздің жауын алып, жәудіреген шолпан кебісті айтсаңшы, шіркін, не жоқ бұл тепсеңде? Таушымылдық дейсің бе? Кемпір шаш дейсің бе? Су моншақ дейсің бе? Шоңайна дейсің бе? Арқар жусан дейсің бе? Еңлік гүл дейсің бе? Теке сақал дейсің бе? Үпіл мәлік, адыраспан дейсің бе? Ділдәгүл дейсің бе? Қайсы бірін айтасың? Құдай Тәңіртауға берген ғой жәннаттың жайлауын. Осындай пейішке кіріп кеткен тобылғы торы биенің жаны жадырап, қан сасыған қасапханадан қашып шыққанына, жасағанға жылқы тілінде мыңда бір шүкіршілік айтып, көңілі көкке көтеріліп, әлемге қуанышын білдіргісі келгендей, тау тасты жаңғырықтыра, кісінеп жіберді. Таудың ішінде құпия сақтау қиын. Қия жолмен жүріп келе жатқанда, аяғыңның астынан асықтай бір тас қозғалса, бара-бара бүкіл тау қозғалғандай болады. Абайсызда жөтелсең, жаңғырығың жарты әлемге жетеді. Мұның бәрі болмаған күннің өзінде сауысқан деген құс қоңырау көрген білгенін айтып, аспан асты жер үстіне жар салады. Сондықтан да таудың сырын алмаған тобылғы торы биенің
абайсызда әлгі бір кісінеп жібергені тау әлемінің түкпір-түкпіріне жетті. Қар жатқан шыңға жақын жүрген теңбіл барыс қалт тұрып, құлақтарын тікшитіп, төменде ақ көбік атқылап, ақжал айдаһардай бүктетіліп, мың бұралып жатқан сарқырама сарынды тыңдай қалды. Өз даусының жаңғырғанынан өзі шошыңқырап қалған тобылғы торы қайтып кісінеген жоқ. Бірақ әлгі жаңғырықты теңбіл барыспен деңгейлес биіктікте жүрген дәубас, тік жал тарпаң да құлағы шалып, елең ете қалып еді-ау. Күллі әлемде Құдай жалғыз, ал Тәңіртауда әлгі тарпаң жалғыз. Жоқ, Тәңіртаудың қойны қоншы толған тіршілік, тіпті шыңдарында жаз бойы жатқан қардың өзіне дейін құрттап кетеді. Әні, о да тіршілік нышаны. Тәңіртаудың қойны қоншы толған тіршілік иелері. Бірақ бәрі пар-парымен, бәрі қосағымен, судағы хан балықпен аспандағы тас түлекке дейін қосағы бар. Қосағы жоқ, тек жалғыз тарпаң еді ғой. Тарпаңды көз алдыңа елестеткің келсе, Африканың алажолақ зебірін есіңе түсір. Тек алажолақ шапанын шешіп таста. Өйткені тарпаңның шапаны жирен сары. Қып-қысқа тікірейген жалынан бастап, бүкіл жон арқасынан құйрығына дейін созылған жалғыз қара жолағы бар. Төрт аяғына төрт қара етік киіп алған сияқты. Ақ танау, кекілсіз. Жазда жүні түлейді, қыста қалыңдайды. Жалғыздың жары Құдай деген. Құдай сақтап, осы тарпаң Тәңіртауда жүреді ғой. Кенет асау судың сарқырама сарынын басып, жылқының кісінеген дауысы естілгені тарпаңның дегбірін қашырды. Тобылғы торының тау-тасты жаңғырықтыра кісінегеніне жауап ретінде бұл да кісінемекші болып еді. Бірақ оның кісінегені жылқының оқыранғанындай ма, әлде есектің ақырғанындай ма, әйтеуір сол екеуінің арасындағы бір дүбәра дыбыс сияқты екен. Дегенмен оны кәдімгі адам тіліне аударғанда, сен кімсің, қайдасың дегені көрінеді. Тобылғы торыға бұл дауыс асау өзеннің сарқырамасынан әрең естілді де, құлақтары тікшиіп, ақбас шыңдарға тіксіне қарап қалшиды да қалды. Сен кімсің, қайдасың дегенін тағы да талып естілді. Жабайы жылқы деп ойлады тобылғы торы. Қан деген қиын ғой. Жылқы баласының белгісі білінгенге кәдімгідей қуанып қалды. Бірақ мұзарт биікке баруға беттемеді. Жәннаты жайлау, тепсеңнен кеткісі келмей, керек болса өзі келсін дегендей, тобылғы торы әлгіге жауап ретінде үнін сан түрлі құбылтып, күміс қоңыраудай сыңғырлап, сиқырлы дыбыспен тағы да кісінеп жіберді. Жалғыздықтан жапа шегіп, мына кең дүниеден сая таппай, Тәңіртаудың қарлы шыңына дейін қашып шығып, бұл жерден де сескеніп, жан жағына екі шоқып, бір қарап, түрегеп тұрып ұйықтайтын саяқ тарпаң, әлгі жылқы даусынан кейін шыдай алмай, Эдельвейс дейтін еңлік гүл өсетін белдеуден төмен түсіп, ақ көбік атқылаған асау өзеннің арғы бетіне келіп тоқтап еді. Арғы бетте тағы тарпаң, бергі бетте тобылғы торы бие, орталарында өткел бермес асау өзен. Екеуі өзеннің екі жағында бір-біріне қадала қарап тұрып қалған. Қарап тұрсаң, аспан әлеміндегі ғажайып көрініс сияқты. Аспанда қалың жұлдыздар арасын қақ жарып жатқан құс жолы бар емес пе? Сол құс жолының арғы бетінде бақташы жігіт, бергі бетінде тоқымашы қыз тұрады екен. Бір-біріне өлердей ынтызар, бірақ құс жолы деп аталатын алып өзеннен өте алмайды. Бір-біріне ұмтыла қол созып ынтықса да жете алмайды. Жұлдыздар жарқырап, аспан әлемі жаралғалы бері, екеуі бір-біріне қосыла алмай, әлі күнге дейін зары қулы. Дәубас тарпаң асау өзенді жағалап ар шапты, бер шапты. Бірнеше рет сарқырама суға қарғып түспекші де болды. Бірақ хайуанда болса сезім күшті. Су оны қақпақыл қылып алып кететінін білді. Сондықтан кекілсіз дәу басын ары шұлғып, бері шұлғып, біресе өзенді өрлей шауып,
біресе ылдилай түсіп, кәдімгідей алқынып қалды. Ал бұл бейтаныс жабайы жылқының өзіне соншалықты ынтыға асыққанын сезген тобылғы торыбайтал әйел зат емес пе? Бергі бетте тұрып қылымсып, неше түрлі қылық көрсетіп, бұраңдап, бір орында билей түсіп, құйрық жауын желбіретіп, тарпаңның дегбірін қашырып, дертті қылды. Ұрғашы затына деген ынтызарлық тарпаңның есін алды. Есі кеткенде жылқы тұқымы да мәжнүн болып кетеді екен. Аспанға атылған ақ көбіктің арасына күмп берді. Тарпаң тұрмақ түйедей тарғыл тастарды домалатқан әулетті өзен әумесерлеу жабайы жылқыңды аясын ба? Жаңқа құрлы көрмей тереңіне бір батырып, бір шығарып, ары аударып, бері аударып, ағызып ала жөнелді.